Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жаздың ыстығында шөлді басатын өте пайдалы әрі дәмді болып шығатын сусын дайындайтын боламыз. Ең алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіз. Видео қызық болса, видеоны мұқият соңына дейін қараңыз. Бізге керегі каркаде гүлдері кез келген дүкеннен ала аласыздар, және де осындай туралған алма қосатын боламыз. Кез келген жемісті қоссаңыз болады. Ең алдымен ыдысымызға каркаде гүлдерін саламыз. Мен ешқандай граммен өлшемедім, шамалап салып жатырмын. Кішкене салсақ жетерлі. Сосын туралған алмамызды саламыз. Оның орнынан басқа жеміс-жидектерде қоссаңыз болады, қалауыңызға қарай. Сосын үстіне салқын су құямыз. Мен шамамен 3-4 литрдай су құйдым. Суымызды құйып, бетін жауып, жоғары отқа газге қоямыз. Бір қайнатып аламыз. Міне бір қайнап шықты. Енді астыны жай отқа қоямыз. Сосын үстінен 200 грамдай шекер қостым. Егер қалауыңызға қарай 100 грамм, 150 грамм қоссаңыз да болады. Егер қатты тәтті болған қаламасаңыз, сосын жақсылап араластырып жібереміз. Жай отта 20-30 минуттай қайнатып аламыз. Міне 20 минутта қайнады, толықтай қайнап дайын болды. Енді осылайша толықтай суытып аламыз. Толықтай суыды компотымыз. Енді ыдысымызға осындай кішкене мұз, сосын осындай мята салдым, сосын лимон. Бұл қалауыңызға қарай қоспасаңыз да болады. Осындай 2-3 тілім лимон қостым, дәмі өте керемет болады. Сосын үстіне сүзгішті қойып, сусынымызды құйып аламыз. Басқа ыдыстарға да сүзгіштен өткізіп құйып аламыз. Артық жапырақтары, жемістері өтіп кетпеу керек. Басқа шыны ыдыстарға құйып, 1 апта 10 күнге дейін холодильникте сақтай берсеңіз болады. Міне сусынымыз дайын болды. Өте дәмді, пайдалы сусын. Сіз де жасап көріңіз. Егер менің видеом ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Қош сау болыңыздар.